Мына көкемізбен болған, яғни Жәнібекпен болған ең қорқынышты историямды сіздерге айтып берейін, қараңыздар. Үйде бір өзіммін, сөйтіп ванная комнатада, яғни раковинаның алдында жуынып жатам. Беті қолымды жуынып жатам. Үйде бір өзіммін, естеріңізде болсын. Үйде бір өзіммін, сөйтіп жуынып жатам. И бір дауыс шығады ғой, короче. Пырррр еткен бір дауыс шығады, кәдімгідей енді. Адам осырады ғой, осырған кезде пыр еткен дауыс шығады. Қорқып кетем, ойбай, кім осырып атқан, вроде үйде бір өзіммін ғой деймін да. Қорқып кетіп жан-жағыма қарасам, мынау дейтін, короче, өзінің лотогында отыр, үлкен дәретте отырып, мынау осырып атыр ғой, представляете? Сол кезде мен бірінші рет көрдім, то, что мысықтар да осырады екен дегенді сол кезде ғана біліп, анаған күліп, шок болып, мәссаған еще осырғанда не просто осырады, кәдімгідей адам сияқты пыр деп осырады. Әлі есіме түссе күлкім келеді. Сөйтіп мені бір рет қорқытып алғаны бар енді біздің көкеміздің.